Ұстаздардың тамыз кеңесі аясында Еңбекші Қазақ ауданында білім беру саласының басым бағыттары талқыланды. Панельдік сессиялар, конституциялық құндылықтар, кәсібилік, сапа, нәтиже тақырыбында өтті. Облыс ұстаздары цифрландыру үдерісі жайында тәжірибе алмасып, жаңа технологияларды білім беру ісіне қолданудың тиімді әдіс тәсілдерін ұсынды. Мұғалімдер жасанды интеллект көмегімен сабақ кестесін жасап, тапсырмаларды әзірлеу жолдарын көрсетті. Сондай-ақ қосымша білім беру мекемелеріне арналған жаңа әдістемелік нұсқаулық таныстырылды. Бұл құжат айналымын жүйелеуге арналған құрал. Жиында үлгілі ұстаздар марапатталды. Алғаш рет республика бойынша деп айтамыз, Алматы облысы қосымша білім беру мекемелерінің әдістемелік нұсқаулығының тұсаукесері өтті. Бұндай әдістемелік нұсқаулықтың мақсаты Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сүйене отырып, қосымша білім беру ұйымдарындағы құжат айналымын, электрондық құжат жүйесін бір жүйеге жинақтау, бір жүйеге келтіру. Бұның мақсатымыз осы. Ал қазіргі таңда бізде көптеген республика бойынша облыстарда әр мекемеде әрқалай құжаттар, басқарушы құжаттар, оқу процесі, педагогтардың құжаттар. Біз соны бір жүйеге келтіріп, өзіміздің облыс бойынша бекітіп, барлық аудандардағы білім бөлімдеріне тараттық. Бүгінгі шара өте қызықты өтті. Басқадан өзгешелігі, біз көбінесе жасанды интеллектпен, вайп-кодингпен жұмыс жасадық. Келген ұстаздарымызға осы вайп-кодинг өте қызық болды. Арнайы платформалар жасалды. Осы вайп-кодинг арқылы оқушыларды бағалау және тапсырма алу сайты жасалды. Сол сайт арқылы вайп-кодингпен қалай жасау керек екені де көрсетілді.